Бүгінгі үйренетін қайталатын сөздердің тізімі осылай болады. Ала, түсінгіш, құз, өрсек жылқы, жалбыз, ойпан, жайқалу, кадыгез, сабақ, даму, жөнді, кагылез, түйреу, бауырына қысу, мәре-сәре болу, асыр. Сөздердің тізімін орыс тілінің нұсқасында оқимын. Пестрый, смышленый, отвесная скала, лошадь, которая быстро привыкает к косяку, мята, впадина, колыхаться, жестокий, стебель, капать, правильный, проворный, пришпиливать, прикалывать, прижимать к себе, радоваться, кутеж, гуляние. Сөздердің тізімін қолданып, шығармамды жазамын. Күтіп тұрыңыз. Бір демалыс күні қалай өтті? Қолыма балалық шағымнан қалған суретті алдым. Есіме түсті. Балаларымыз ауладағы отырғышта отырып, әңгімелесе бастадық. Біз отбасымызбен бірге хайуанат бағына кеше бардық. Австралиядағы төте құс көрдік. Қандай қызық құс екен. Оның ала қауырсындары бар. Тағы ол қандай түсінгіш құстардың бірі, білесіңдер ғой. Біз өткен жаз демалыста ауылға барғанда бүркітшімен таныстық. Бүркіт қалайан аулап жатқанын көрдік. Содан кейін менің ең сүйікті жыртқыш құс бұл бүркіт. Бүркітші оның құсын балапан кезінде құзда салынған ұядан алып асырды. Менің ең сүйікті жануарлардың бірі бұл жылқы. Оны мініп шаба алам. Жылқылар өрсек жануарлар. Олар табында бас қосып, бірге жайлауда жайлады. Әжемен бірге таулардағы өзеннің ойпанында жалбыз тердік. Жалбыз бұл емдік өсімдіктердің бірі. Содан соң бір түбінің басына көтеріліп, әп-әдемі гүлдердің далашығына шықтық. Әртүрлі гүлдер кешкі самалдан жайқалып жатты. Мен оларды үзіп тұрып бастағанда әжем маған: гүлдерді жұламасын балам. Гүлдер жанды білемісің? Қолында ұстайтын гүлдің сабағына қараш. Гүлдің тамып жатқаны жылап отырғандай. Мен әжеме: катыгез болғаныма өкінішті сызып жатырмын. Жанды гүлдерді жұлмасам жөнді болар еді. Соңында әжем мені бауырына қосып кетті. Біз мәре-сәре болғанда үйге қайттық. Сосын балалар кагылез түрде отырғыштан тұрып, аулада асыр салып кетті. Суретті үстелімнің үстіңгі қабырғада ілініп тұрған тақтайшаға қыстырғышпен түйреп, онымен әлеуметтік желінде достарымен бөлісейін деп ойладым.
Один выходной день я взял в руки фотографию, оставшуюся с моего детства. Нахлынуло воспоминание. Мы, дети, сидели на скамейке во дворе и болтали о том о сём. Мы вчера ходили всей семьей в зоопарк и видели попугая из Австралии. Какая интересная птица. У нее пестрые крылья. А вы знаете, что это одна из самых понятливых птиц? Мы прошлым летом, когда ездили в аул во время каникул, познакомились с беркучи. Мы видели, как беркут охотится. После этого моя самая любимая хищная птица – это беркут. Беркучи взял своего беркута птенцом из гнезда на скале и вырастил. Одно из моих самых любимых животных – лошадь. Я умею на ней скакать верхом. Лошади – стадные животные. Они собираются в табун и вместе пасутся на джейляу. Мы с бабушкой собирали мяту в низине реки в горах. Мята – одно из лекарственных растений. Потом мы поднялись на вершину холма и вышли на поляну с очень красивыми цветами. Разные цветы колыхались на вечернем ветерке. Когда я начала их срывать и собирать, бабушка сказала мне: «Ты что рвешь цветы, дитя мое? У цветов тоже есть душа, знаешь? Посмотри на стебель цветка, который держишь в руке. Из цветка капает, как будто он плачет». Я сказала бабушке: «Я сожалею, что поступила жестоко. Было бы хорошо, если бы я не срывала живых цветов». В конце концов бабушка обняла меня. Мы радостные вернулись домой. Потом дети проворно встали со скамейки и убежали играть во двор. Я прикрепил фотографию скрепкой к дощечке, висевшей на стене над моим столом, и решил поделиться ею с друзьями в социальных сетях.